Сәлеметсіз бе? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізге Сезім шырағы атты керемет әнді үйрететін боламын. Бұл әннің атын жалпы көп адам біле бермейді, бірақ қайырмасының әуенін естігенде әсіресе қандай ән екенін есіне түсіреді. Әуенін бір рет тартып көрсетейін. Егер осы әнді домбырада тартып үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сезім шырағы әнінің куплетін үйренуді бастайық. Мұқият қарап отырыңыз. Жалпы бұл ән екі куплеттен құралған, әрқайсысы екі шумақтан тұрады. Соның бірінші шумағындағы бірінші қатардың сөзі сағым қуып келемін. Осы сөздерді домбыраға салып үйретемін. Мұқият қарап отырыңыз. Ең бірінші са деген сөзді ашық, ешқандай пернені баспаймыз, қолымыз жай ғана домбыраны ұстап тұрады. Бір қағыс жасаймыз. Қағыс үнемі төмен қарай тартылып басталады. Есіңізде болсын. Са, бір ғана қағыс. Одан кейін ғым, қуып деген сөздерді біз алтыға барып айтамыз. Алтыншы пернені екі саусақтап ұстаған кезде былай ұстаймыз. Мінекей былай. Біз бірінші саусақпен алтыны басып тұрмыз, ал екінші саусағымызбен жетінші перненің жоғарғы жағындағы шекті басып тұрмыз. Және осы жерде тұрып үш қағыс жасаймыз. Ғым, қуып. Үнемі қағысты алма кезек төмен, одан кейін жоғары, төмен, одан кейін жоғары тартып отырмыз. Одан кейін дәл осы жерде тұрып, жаңағы үш қағыстан бөлек тағы да екі қағыс жасап, ке деген сөзді айтамыз. Ке. Одан кейін жалпы бұл алтыда 5 қағыс болды. Одан кейін ле деген сөзді жетіге барып айтамыз. Жетіні екі саусақтап осылай ұстаймыз. Бірінші саусақпен жетіні басамыз, ал кішкентай саусағымызбен 9-шы перненің жоғарғы жағындағы ішекті басамыз. Және осы жерде тұрып екі қағыс жасаймыз. Ле. Одан кейін дәл жаңағы бастап орнымызға барамыз. Алтыға, мінекей, алтыны дәл жаңағыдай екі саусақтап осылай ұстаймыз. Осы жерде тұрып там деген қағыс, яғни жалпы 8 қағыс қағамыз. Жалпы бірінші қатары домбырада былай шығу керек. Мұқият қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Сағым екінші қатарға көшейік. Бірінші қатарды толық үйренбей тұрып, екінші қатарды шығаруға тырыспаңыз. Барлығын жаймен үйреніңіз. Енді екінші қатардың сөздері сағындырып келемін. Ең бірінші сағын деген сөзді біз дәл жаңағыдай 6-шы пернені екі саусақтап басып тұрып айтамыз. Мінекей, бірінші саусақпен алтын бастым, ал екінші саусақпен 7-ші перненің жоғары жағындағы шекті басып тұрмын. Осы жерде тұрып екі қағыс жасаймыз. Сағын. Екі қағыс, одан кейін д деген сөзді біз тағы да жетіге барып айтамыз. Оны дәл жаңағыдай екі саусақтап ұстаймыз. Және осы жерде бір ғана қағыс қағамыз. Д. Ал одан кейін рып деген сөзді біз қайтадан жаңағы орнымызға барып айтамыз. 6-шы пернені екі саусақтап осылай ұстаймыз. Ешқандай өзгеріс жоқ жаңағыдан. Енді осы жерде тұрып бір ғана қағыс қағамыз. Рып. Ал ке деген сөзді біз 4-ке барып айтамыз. 4-ті бірінші саусақпен ұстаймыз, ал оны екі саусақтап ұстағанда біз
мына кіші саусағымызды 6-шы перненің жоғарғы жағындағы ішекті осылай басамыз. Және осы жерде тұрып біз 2 қағыс жасап ке деген сөзді айтамыз. Ке. Одан кейін ле деген сөзді 2-ге қарай жылжимыз. Дәл осы тұрған жерімізден 2 қадам алға жылжимыз десек те болады. 2-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз. Кішкентай саусағымызбен мына 4-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті басамыз. Және осы жерде тұрып біз 2 қағыс жасаймыз. Ле, мін деген сөзді айтатын кезде 1-ге қарай жылжимыз. 1-ді 1-ші саусақпен басамыз. Ал 2 саусақтап ұстаған кезде біз мына кіші саусағымызбен 3-ші перненің жоғарғы жағындағы ішекті басамыз. Және осы жерде там деген қағыс, жалпы 8 қағыс. Мін деген сөзді айтасыздар. Ал енді 3-ші қатардың сөзін домбыраға салуға көшейік. Жалпы алдамайтын ардағым, осы сөздерді домбыраға саламыз. Ең бірінші алдамайтын ар деген сөздің барлығын біз қазір 4-ке тұрып айтамыз. Оны 2 саусақтап дәл жаңағыдай ұстаймыз. 1-ші саусақпен 4-ті басамыз, ал кішкентай саусағымызбен 6-шы перненің жоғарғы жағындағы ішекті басамыз. Осы жерде тұрып біз 5 қағыс қағамыз. Одан кейін да деген сөзді 6-ға барып айтамыз. Оны жаңағыдай 2 саусақтап ұстаймыз. Осы жерде тұрып 2 қағыс жасаймыз. Да, ғым деген сөзді жаңағы орынға барамыз. 4-ке 2 саусақтап ұстаймыз. Және там, ғым. Жалпы 3-ші қатар былай шығу керек. Алдамайтын ардағым. Жалпы 2-ші қатар былай шығу керек. Сағындырып келемін. Енді 4-ші қатардың сөзін домбыраға салайық. Айтуыңа сенемін. Осы сөздерді домбыраға салсақ, ең бірінші айту деген сөзді біз 4-ке барып айтамыз. Дәл жаңағыдай басталады. 3-ші қатардағы ұқсайды. Оны 2 саусақтап жаңағыдай ұстаймыз. Ешқандай өзгеріс жоқ. 2 саусақтап ұстағанда, одан кейін осы жерде тұрып, 4-те тұрып 2 қағыс жасаймыз. Айту. Деген сөзді біз 6-ға барып айтамыз. Оны жаңағыдай ұстаймыз. 1-ші саусақты 6-мен басамыз, ал 2-ші саусақпен 7-ні басамыз. 7-нің жоғарғы жағындағы ішегін осы жерде тұрып деген сөзді айтамыз. 1 қағыс жасаймыз. На дегенді қайтадан 4-ке барып айтамыз. 2 саусақтап ұстаймыз және 1 қағыс жасаймыз. На, сен деген сөзді 2-ге барып айтамыз. Мінекей 2-ші перне. Одан кейін 2 саусақтап ұстаймыз және 2 қағыс қағамыз. Се, не деген сөзді 1-ге барып айтамыз. 1-ші пернені басамыз. 2 саусақтап ұстағанда былай басамыз. Және осы жерде тұрып 2 қағыс жасаймыз. Не. Ал мін деген сөзді айтатын кезде ең соңында ашық ортаға барып аяқтаймыз. Жалпы 1-ші қатардың 1-ші шумағының сөзін мен домбыраға салып көрсетейін. Жаңағына үйреткенімді. Сағым қуып келемін, сағындырып келемін, алдамайтын ардағым, айтуыңа сенемін. Жалпы осыдан кейін 1-ші куплеттің өзінде тағы да бір шумақ бар, бірақ сөздері өзгергенмен домбырадағы әуен ешқашан өзгермейді. Куплеттегі жалпы әуен осы, әр шумақтағы сөзді осы әуенге салып отырасыз. Сіз жалпы бұл әнді 2 саусақтап үйрендіңіз және жай қағыста үйрендіңіз. Мен соны тез қағысқа салғанымды сізге қазір жай көрсетемін. Оған қарап өзіңіз үйренсеңіз болады.
Жалпы мен тез қағысты қалай тарту керектігін және екі саусақтап қалай ұстау керектігін барлығын каналыма кіріп көрсеңіз, видео сабақтар жүргізген кезде үйреткен болатынмын. Егер түсініксіз болса, соған қарап үйренсеңіз өте оңай болады. Жалпы әннің куплетінің былай тартылысы былай болады. Ал енді әннің қайырмасын үйренуді бастайық. Бәріміз білетіндей, бірінші қатарындағы сөздер жаным барда, жаным барда. Осыны әуенге салсақ, ең бірінші жаным деген сөзді біз 6-шы пернеге барып айтамыз. 6-шы пернені екі саусақтап ұстағанда осылай болады. Және екі қағыс қағамыз. Жаным бар деген сөзді 7-ге барып айтамыз. Оны екі саусақтап былай ұстаймыз. Мінекей. Енді осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Бар. Да деген сөзді қайтадан 6-ға барып айтамыз. Екі саусақтап ұстаймыз. Және бір қағыс. Да. Мен дәл осы 3 жүрісті біз 3 рет қайталаймыз. Жаным барда, жаным барда. Бірінші қатар аяқталды. Енді екінші қатардағы сөздер әнім барда, кеудемде. Осы сөздердің әнім барда деген сөзін дәл осы жүрістерге саламыз. Әнім барда. Ал кейін кеудемде деген сөздерді одан кейінгі пернелерді басып айта береміз. Жалпы жаңағы 3 жүрісті 3 рет қайталайсыз. Жаным барда, жаным барда, әнім барда. Осылай болады. Одан кейін кеу деген сөзді біз 4-ке барып айтамыз. Оны екі саусақтап осылай ұстаймыз. Және екі қағыс жасаймыз осы жерде. Кеу. Енді жоғары қарай жылжимыз. Екінші пернені бастым, екі саусақтап. Енді осы жерде тағы да екі қағыс жасаймыз. Дем. Тағы да біз жоғары қарай жылжимыз. Бірінші пернені былай екі саусақтап басамыз. Және осы жерде там-там деп 8 қағыс жасаймыз. Де. Жалпы былай шықты. Жаным барда, жаным барда, әнім барда, кеудемде. Одан кейінгі екі қатардың сөздері ереймін мен, естеймін мен, сені жаным көргенде. Ең бірінші ереймін мен, естеймін мен деген дәл жаңағы жаным бардаға ұқсайды. Мұқият қарап отырыңыз. Ерей. Міне мен 4-ші пернені екі саусақтап басып тұрып, екі қағыс жасадым. Ерей. Ал одан кейін мін деген сөзді 6-ға барып айтамын. Осы жерде тұрып, екі саусақтап бастым, бір қағыс жасаймыз. Мін. Ал мен деген сөзді қайтадан 4-ші пернеге барып айтамыз. Екі саусақтап басамыз. Және бір қағыс. Мен. Ереймін мен. Дәл осы 3 жүрісті біз 3 рет қайталаймыз. Тағы да. Ереймін мен, естеймін мен, сені жаным. Ал енді соңғы қатарындағы соңғы сөз көргенде. Осыны әуенге салсақ, бірінші көр деген сөзді біз 2-ші пернені басып тұрып айтамыз. Міне оны екі саусақтап осылай ұстаймыз. Және екі қағыс жасаймыз дәл осы жерде. Көрген деген сөзді 1-ші пернеге қарай жылжып айтамыз. Мінекей, осылай енді осы жерде тұрып, екі саусақтап ұстап тұрып, екі қағыс жасаймыз. Кен. Де деген сөзді айтатын кезде ашық ортаға барамыз. Там-там 8 қағыс жасаймыз. Жалпы әннің қайырмасының ең соңғы екі қатары былай шығу керек. Ереймін мен, естеймін мен, сені жаным көргенде. Сіз әннің қайырмасында жалпы жай қағыста екі саусақтап тартып үйрендіңіз. Енді осыны тез қағысқа салғанда қалай болатындығын сізге көрсетемін. Жай көрсетемін. Оған қарап өзіңіз де тыңдау арқылы шығарсаңыз болады.
әннің қайырмасы, әннің проигрышта болады. Дәл жаңағы әуенді жалпы дәл қайырманың әуенін проигрыш қылып басында тартасыз, одан кейін бірінші куплетті ойнайсыз, одан кейін қайырманы 2 рет қайталай айтасыз, одан кейін екінші куплетті ойнайсыз, ал одан кейін 2-ақ куплет болғандықтан ортасында проигрыш ойнамайсыз, одан кейін қайырманы 2 рет қайталап әнді жалпы осылай домбырада орындайсыз. Егер видеоға қарап түсінген сізге қиынырақ болса, сандық нұсқасына қарап үйренсеңіз өте оңай болады. Оны қалай түсіну керектігін мен каналыма кіріп көрсеңіз, видео сабақтарды жүргізген кезде үйреткен болатынмын. Сізге барлығы түсінікті болу үшін әнді жалпы бір рет толық домбырада орындап көрсете кетейін. Мұқият қарап тыңдап отырыңыз, тез қағыста 2 саусақтап орындайын. Сенен түскен арайды бақытыма балаймын. Жаным барда, әнім барда кеудемде. Еремін мен, естеймін мен сені жаным көргенде. От боп жаным нұрдай ойнап, жаздай жаным көңілде. Бақша нұрсыз аспан, сенсіз өмір ұшап десең қанатым, өмір қымбат не деген, жүрегіме қонатым, шуағыңа бөледен. Бірге барам қияға, алған беттен жаңылмай, бірге қонам қияға, бақытымның бағында. Жаным барда, әнім барда кеудемде. Еремін мен, естеймін мен сені жаным көргенде. От боп жаным нұрдай ойнап, жаздай жаным көңілде. Гүлсіз бақша, нұрсыз аспан, сенсіз өмір Жаным барда, әнім барда кеудемде. Еремін мен, естеймін мен сені жаным көргенде. От боп жанып, нұрдай ойнап, жаздай жаным көңілде. Гүлсіз бақша, нұрсыз аспан, сенсіз өмір Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Лайк басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.